Сәлем қыздар. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, өте дәмді болып шығатын балды торт, медовый торттың рецебімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті ингредиенттер: тортымыздың қамырын дайындаймыз. Табамызды отқа қойып, оған дүкенде сатылатын кәдімгі медті қосып, енді қайнап көпіршіп жатқанда ас содасынан бір шай қасық қосып, осындай реакция болып көпіршіп қайнайды. Бір жарым минуттай араластырып, осындай карамельный цветке боялып өзгереді. Екі жүз грамм сары май немесе маргарин, 100-150 грамм шекер, ерігеннен кейін оттан өшіріп алып қоямыз да, сәл суығаннан кейін 5 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз да, $300 грамм ұн қосып, түйіршіктер болмайтындай етіп жақсылап араластырып, жақсылап араластырамыз да, осы видеода көрсетілгендей сұйық қамыр болу қажет. Енді корждарымызды өзіміздің қажетті диаметрімізге байланысты, торттың көлеміне байланысты, мысалға менде мынау әсел пештің табасына бір ожаудан құйып, осылайша жайып шығасыздар да, 1-2 минутта пісіп шығады. Корждар міне жабыспай және жұмсақ, өте жұмсақ болады. Мына піскен корждарымызды енді өзімізге қажетті диаметріне қарай барлығын бірдей пішінде кесіп шығамыз. Міне осындай шетінен шыққан корждарды терканың майдасынан өткізіп ақ, крошка жасап дайындап қоямыз. Торттың кремін біз үйдің қаймағымен жасайтын боламыз. 500 мг үй қаймағы, немесе жаңа қолдан тартылған, 500 мг салқын сүт құйып, 150 мг шекер, венчикпен немесе осындай қалақпен бірінші жақсылап араластырып аламыз да, блендермен 4-5 минуттай креміміз қоюланғанша айналдыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылайша қою массаға айналып бастайды. Бірақ сіздің қаймағыңызға қарай өздеріңіз қарап тұрасыздар. Егер тым көп уақытынан асып кетсеңіздер, қаймағыңыз майға айналуы әбден мүмкін. Сондықтан қарап тұрып, осындай қою болған кезде тоқтату қажет.
Міне осылайша тортымызды жинақтап болғаннан кейін бағана майдалап қойған крошкамызды үстіне жанына жағып сеуіп шығамыз да тортымыз дайын болады. 2-3 сағат салқын жерде тұрғаннан кейін міне тортымызды кесеміз. Бұл торттың ерекшелігі 2 сағаттан кейін де дастарханға қойсақ болады. Міне көріп тұрғандағыдай өте биік, үлкен торт болды. Және креміміз өзінің бойына сіңіріп, өте жұмсақ, өте дәмді торт болады. Сіз де жасап көріңіз. Ас болсын.